Түркістан облысында спирттік ішімдіктен бас тартқан ауыл саны 60-тан асты. Осының нәтижесінде елді мекендерде қылмыс, бұзақылық, ұрлық, қарлық сияқты заң бұзушылықтар саптыйылған. Өңірде өзгеге үлгі көрсетіп отырғандардың бірі Сауран ауданындағы үлгілі ауылы. Мұнда 10 жыл бойы ішімдік сатылмайды. Бабай Қорған ауылдық округіне қарасты үлгілі елді мекенде 115 түтін 850-ге жуық халық тұрады. Ауыл дүкендерінде ішімдік мүлдем сатылмайды. Ауыл ақсақалдары жұртты жиып осындай шешімге келген. Оны барлығы бір ауыздан қолдапты. Содан бері ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасқан. Сөзге тұрған қазақпыз, бәтуаға тұрған қазақпыз. Елімізге, ол балаларымызға, осы ауылымызға зиян болатын болғаннан кейін тоқтатты. Ешкім қарсылық қылған жоқ. Елде тыныштық, ұрлық, қарлық деген жоқ. Ауылда тірлік жетеді. Жері бар, малы бар, басқасы бар айтады. Сонымен айналысады. Арақ ішіп жүретін көшеде тәртіп бұзатын ешкім жоқ. Барлығы жақсы ауылдың. Кешке жақын әр жылда балдар 93, 95, 96 жыл кезекшілікте тұрып, шығып, осы жерде қарайлап ауылға келген кеткендерді неғыл көріп тұрады. Сондай жұмыстар атқарады. Сауран ауданындағы Нұртас, Шпан және үлгілі ауылдары ішімдіктен бас тартып, қауіпсіз қоғам қағидасын ұстанады. Ондағы дүкен иелері де көптің қалауымен келіскен. Ішімдік ашылға бе сатылмайды. Ауылдың бәрі қарсы ішімдікке, продукты солармен әйтеуір жабылып жатыр. Аллаға шүкір. Ішімдік сақ болады істеуге. Ауылдан ешкім сұрап келмейді, біледі менде. Осы сырттан өткіншілер болуы мүмкін, бірақ сатылмайды, ондай жоқ менде. 11-де жабылады. Ауыл білет, соған дейін саудасын қылып алады, үлгереді, түнде мазалау жоқ. Бұл тек қана құқық бұзушылықтың алдын алу ғана емес, бұл салауатты, салтты, қауіпсіз қоғам құруға бұның әсері орасан зор деп білемін. Біздің қалған елді мекендердің арасында да сол ақсақалдар мен ауылдың зиялы өкілдерімен бірлесіп, ішімдіктен бас тартып жатқан ауылдардың санын көбейтуге жұмыс жасап жатырмыз. Түркістан облысында ішімдіксіз ауыл жобасын қолдау бойынша Мақтаарал ауданы көш бастап тұр. Мұнда 20 ауыл спирттік ішімдік сатудан бас тартты. Жергілікті билік бұл жоба Түркістан қаласында да қолдау тауып отырғанын айтады. Осы жергілікті азаматтардың бастамасы негізінде 40-тан астам дүкендер қазіргі уақытта, супермаркеттер ішімдік сатудан бас тартып отыр. Әрине, мұның барлығы қаланың осы өзінің рухани қала екендігіне тікелей мән беріледі, және сол бағыттағы жұмыстарды дамытуға серпін береді деп ойлаймыз. Дегенмен аталған жоба өңірде табысты түрде іске асып келе жатыр деп айта аламыз, және бұл жобаға алдағы уақытта да басқа да елді мекендер қосылады деген сеніміміз зор. Осы жобаның іске асуына тәртіп сақшылары да көп еңбек сіңірді. Учаскелік полиция инспекторлары әрбір үйді аралап күнделікті жұмыс жүргізді дейді ауыл тұрғындары. Соның нәтижесінде соңғы бірнеше жылда ішімдіктен бас тартқан ауылдарда заң бұзушылықтар тіркелмеген. Мамандар қауіпсіз қоғам құру жұмыстары жалғаса беретінін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.